Қыздар, біздің келесі пирогымыз персик қосылған пирогтардың бірі, өте керемет болып шығады. Сатылымдағы жақсы өтетін пирогтардың бірі. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға шекерімізді бір жұмыртқамызды араластырып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Не үшін бөлме температурасындағы сары майды қолданамыз? Өйткені біздің тестамыз песочный болып шығады, бірақ жаңағыдай жұмсақ болып шығады. Енді ұнымызды салып, разрыхителімізді салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Тағы да айта кетейін, жаңағыдай холодильниктен алып қолдансаңыздар, кейбір тесталар қатты болып қалады. Мен уже қаншама рет тест жасап көрдім, маған осы вариант ұнады. Өйткені жаңағы тесталарыңызды ауызға салсаңыздар еритіндей болып, жұмсақ болып шығатын болады. Міне қамырымызды енді пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке жіберетін боламыз. Оған дейін біз начинкамызды дайындай беретін боламыз. Яғни бізге сметана қажет, және де сгущенка қажет. Сгущенканың жаңағыдай буренка түрін қолдандым. Сапасы да жақсы, қоюлығы да жақсы. Міне 250 грамм таразыға тартып алып құйып жатырмын. Яғни 200 грамм сметана, 250 грамм сгущенка қолданатын боламыз. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды қосып араластырып жіберіп, жаңағыдай біз кукурузный крахмал қосатын боламыз. Өйткені біздің пісу процесіміз тездететін болады. Бізде сұйықтық болғаннан кейін пісу жаңа қиындап болып кетеді. Сол себепті міне формамызға жайғастырып алдық. Тестамыздың барлығын құйып, ақырында персиктерімізді жайғастырып шығатын боламыз. Мен өзім печкам 180-де орташа градус. Сол себепті әркім печкасы әртүрлі, соған қарай пісіресіздер. 180-де 30 минутта пісіріп алды. Міне қыздар, сатылымға ұялмай шығара берсеңіздер болады.